сабақтың тақырыбы балалар бүгін өнер түрлері. Өнер түрлері. Бүгінгі сабақта біз сендермен өнер туындыларының тақырыбын және жұмысты орындау материалдарымен танысатын боламыз. Өнер түрлері ұғымымен танысатын боламыз және өнер түрлері туралы қарапайым деңгейде білім алатын боламыз. Ал енді балалар, қазір бізде сұхбат деген білеміз ба немене? Сұхбат деген телевизорда көресіңдер ғой? Келіп көшеден біреуден былай сұхбат алып жатады, жүргізуші сұрақ қояды, ал қарсы адам оған жауап береді. Мен қазір сендерге сұрақ қоямын. Өнер дегеніміз не? Өте жақсы, танымал адам дейді. Жақсы, өнер арқылы. Сурет салу дейді. Жақсы. Өнер дегеніміз не? Жақсы. Жарайды, жақсы. Егер білмесек, оған біз әлі ол туралы айтқан жоқпыз, реніш жоқ. Өнер туралы, өнер дегеніміз не? Музыка дейді, жақсы. Өнер деген би дейді. Сурет салу дейді, жақсы. Ән айту дейді, жақсы. Билеу өнер екен, тағы? Цирк өнер дейді, жақсы. Жарайды, жақсы балалар. Өнердің сонымен қандай түрлерін білесіңдер дейді. Қандай түрлерін білеміз? Өнердің? Мен сурет, қандай түрлері бар өнердің? Кино, сурет. Жақсы балалар, келесі соңғы сұрақ. Өнер біздің өмірімізді қалайша өзгертеді? Өнерлі адам болған кезде адам. Және ол өнерді тамашалай отырып, біздің өміріміз қалай өзгереді? Қане әдеп отырамыз. Қалай біздің өміріміз өзгереді? Қандай болып кетеді өнерлі адам? Қазақша айтамыз, танымал болып кетеді екен. Тағы да қандай болады? Ол халықтың адамы болады, Ол бұрын, мысалы, айтады ғой, атаңның баласы болма, халықтың баласы бол дейді. Міне, өнерлі болған адам халықтың адамы болады. Жақсы, енді балалар, біз өнер түрлерімен танысайық. Бірінші, әдем отырамыз қане. 1, 2, 3. Орындықтарымыз тартып, әдем отырамыз. Қозғалмаймыз. Қазір өнер дегеніміз не екен, жалпы тыңдап көрейік. Міне балалар, өнердің түрлері жаңа біз айтып отырған сурет салу өнері, Тағы да фотограф, фотоға түсірудің өзі өнер. Фортепианода, кез келген музыкалық аспапта ойнауда өнер. Сосын мысалы, міне сәулет өнері, неше түрлі мүсіндер жасайды, мүсінде өнері бар. Және кино, және балет, билеу, басқа да билерді билеу, бұл да өнер. Театр өнері. Театрға барып көрдіңдер ме? Жақсы, әлі біз алда баратын боламыз. Міне сәулет өнері бар, және музыка өнері бар, Жақсы. Енді балалар орны, ойын-сауық немесе спектакль дейміз, түрлі сахналық ойын-сауықтар, сонымен қатар жалпы мәдени шаралар өткізілетін орын жай екен. Келесі бізде би өнері. Би ол музыкалық ырғаққа сай дене қимылдармен көрсетілетін өнер. Би қазақтың халық фольклорының көне түрлерінің бірі. Келесі цирк өнері. Жаңа бір оқушы айтты, бізде цирк өнері деп. Цирк ол дәлме-дәл шеңбер сахналық өнердің бір түрі. Цирк ойын-сауығы алуан түрлі трюктерге негізделген нөмірлерден тұрады. Цирк өнердің өте ертеден келе
балалар, біздің қазақтың ең танымал киносы Қыз жібек киносында осы тақтаға назар аударайық. Нұрғиса Тілендиевтің Аққу күйі. Міне ар жақта көлде аққулар қарап көрсіңдер ме? Ешқашан. Егер аққуды ататын болса, ол адамның өзіне, аққуды атқан адамға үлкен бір қайғы, мұң келуі мүмкін басына. Сондықтан аққуды атпайды екен. Аққу киелі құс дедік, иә? Және ол махаббат символы деп. Неге оны осы Қыз жібек фильміне аққу күйін ойнады? Себебі бізде осы біздің қазақ ұлтының, қазақ халқының махаббат символы болып келетін фильмнің бірі осы Қыз жібек фильмі. Сондықтан осы Нұрғиса Тілендиевтің Аққу күйін сонда ойнаған екен. Енді балалар, біз бүгін осы Аққу күйін тыңдаған себебіміз, біз қазір осы композиция деген бар. Бейнелі өнерде Бекжан тыңдаймыз. Композиция дегеніміз бір нәрсені тыңдай отырып, соны тыңдаған күйімізді, немесе әнімізді, оны біз суретке бейнелеп салу, қағаздың бетіне салу. Мысалы, сендер осыдан кейін біз 2-3 сыныптарда шығармамен, мазмұнымен танысамыз. Ол кезде де біз тыңдаған мәтінімізден мазмұндап соны жазамыз. Сол сияқты бұл жерде біз нені тыңдадық, күйді тыңдап отырғанда қандай әсер алдыңдар, соны біз қазір қағаз бетіне саламыз. Ол үшін балалар, мен қазір қағаз беремін. Сол қағазға дәптерге аққудың суретін саламыз. Аққудың суретін қалай саламыз? Қазір мен сіздерге көрсетемін. Жай қарындаштарыңызды алыңдар. Қалам краскамен болады ма? Жоқ. Жоқ, бірінші қарындашпен салып аламыз, одан кейін краскамен саламыз. Алдында қай жерде, қай
Біз тағы да қауіпсіздік ережесі дейді. Бұл жерде енді бізде қайшымен жұмыс жоқ, бірақ біз сабақта не істейміз? Бір-бірімізді сыйлаймыз. Уақытты үнемдейміз. Нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шығармашылығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысамыз және сабақтың соңында жақсы баға алуға тырысамыз. Енді қазір аққудың суретін қалай саламыз? Мен сендерге тақтада видеоны көрсетемін. Соған қарап аламыз. Содан кейін суретін саламыз. Бірінші біз сұрақ белгісі сияқты, міне. Бірінші ештеңе салмаңдар, қарап аламыз, содан кейін саламыз. Әзірше осылай тұра тұрсын, егер балалар сендер суретті салуға қиналсаңдар, сендерге мен трафарет дайындап қойдым. Тура трафареттен салуға да болады. Екі аққуды бір-біріне қаратып салуға болады, жақсы ма? Өз қиялдарына қарай. Негізі біз жаңа айттық, аққу киелі құс, ол бір-бірден ешқашан жүрмейді деп, олар сыңармысыз жүрмейді. Мен сендерге беріп, өздерің білесіңдер. Егер қолданам десеңдер, қолданасыңдар. Кім қолданғысы келмейді, өздерің сала бересіңдер. Біреуден. Біреуін бұлай қаратып, біреуін бұлай қаратып сала салуға болады. Сосын шетін өздерің әдемілейсіңдер. Фонды, ар жағына қандай сурет салғыларың келеді. Қане, саламыз. Мен жалпы мына видео қосып қоям. Кімде-кім видеоға қарап салғысы келсе, кімде-кім өзі сал. Мына жерге сал. Қазір мына жаққа тағы бір саласың. Трафаретпен сурет салу, яғни басты саламыз. Қозғалтпаймыз, Димаш.
О. Отырамыз. Ай, hadi. Ал отырамын мен түрлі түсті бояулар, иә? Осымен өздерінің бүгінгі салған суреттеріңді бағалаңдар. Мынау алынады, міне аласыңдар. 1-ден 10-ға дейінгі бал қайсыған дұрыс деп санайсыңдар, соған жапсырасыңдар. Түсінікті ма? Ал мынау классный салфетканың үстіне қой. Мұнда қой. Көрсет. Димаш, балымды көрсет. Бәрі өздеріңді бағалаңдар осы бойынша. Қарақат бор балдарымды Бағалаймыз көрсет. кәне өзімізді. Балдарымды көрсетіңдерші маған. Нұрислам, өздеріңізді бағалаймыз, сосын балдарыңды мұғалімге көрсетіңдер, өздеріңе қандай Кисточкой на 10 поворачивать надо. Өздеріңді бағалап, сосын мұғалімге көрсетіңдер. Қане әдет көрсет. Аха. Омар көрсетші. Аха. Дастан жапсыр.